Ақтауда ралли Қазақстан 2016 автожарысы басталды. Дүбірлі додаға Қазақстан, Ресей, Литва және Украина елінен келген автошабандоздар қатысып жатыр. Ралли рейд жарысы 5 кезеңнен тұрады. Экипаж мүшелері жол талғамайтын көліктерімен Ақтау қаласы мен Кендірлі Шығанақ арасындағы ойлы шұңқырлы жерлерді, тауғыраттар мен құмды жағалауларды басып өтеді. Табиғи кедергілерге толы 2000 шақырым жолда 6 күннің ішінде жылдам еңсеруі тиіс. Ралли Қазақстан байқауы Маңғыстауда 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Халықаралық автомобиль федерациясының өкілдері келесі жылы ралли рейд байқауының әлемдік кубогында Қазақстанда өткізуге ниетті. Біз Қазақстанды бекер таңдап отырған жоқпыз. Сіздің елдің табиғат жағдайы мен ландшафттың әралуандығы әлемдік деңгейдегі автоспорт жарыстарын өткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан келесі жылы әлемдік деңгейдегі ралли рейд ұйымдастыруды көздеп отырмыз. Ол әрине биылғы байқаудың қалай өтетініне тікелей байланысты.